Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бүгін талшын биылғы жылы тренд болып жатқан жүрекше пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Қажет ингредиенттерді астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз және үстінен қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырып, аппақ көпіршік болғанша осылай ең төмен жылдамдығынан ең жоғары жылдамдығына дейін жақсылап көпіртіп араластырып алатын боламыз. Қарай үстінен 200 грамм сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және алдын ала ерітіп алған 100 грамм сары майымызды құйып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді електен өткізіп отырып, ұнымыз бен қопсытқышымызды саламыз. Міндетті түрде бөліп отырып салыңыздар, сонда пирогымыз жақсы көтеріліп, арасы жақсы пісетін болады. Қамырымыз осылай болып шықты. Арасында ешқандай түйіршік қалып кетпеу керек. Бөлек ыдысымызға 1 ас қасық немесе 2 ас қасық осылай бөліп алып қоямыз. Және үстінен мен гелевый қызыл бояғыш қостым. Құрғақ бояғышты қоссаңыздар да болады. Немесе бояғыш жоқ болса, какао 1 ас қасық салсаңыздар да болады. Және осыны жақсылап араластырып аламыз. Қызыл түске енгенше араластыратын боламыз. Бізде осындай қоспа дайын болды. Енді дайындап алған формамызға осы қамырымызды құямыз. Мендегі форма 26-28 сантиметрлік. Жаңа бөлек ыдысқа дайындап алған қызыл бояуымызды осылай таза шпреске құйып алдым. Шпрестің көлемінің неғұрлым кіші болған дұрыс. Мысалы 5 грамдыққа құятын болсаңыздар, дөңгелекшелеріңіз дұрыс шықпайды. Мендегі шпрестің көлемі 2 грамдық. Осылай барлығын құйып, дөңгелекше етіп аламыз. Егер шпресс жоқ болса, қасықтың көмегімен немесе кондитер қапшықтарымен құйып шықсаңыздар болады. Және осылай үстінен ағаш таяқшаның көмегімен жүрекше пішінде етіп істеп алатын боламыз. Аса қатты асаудың қажеті жоқ. Аса пайыппен істегендеріңіз дұрыс, сонда өте керемет болып шығатын болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут көлемде пісіріп алатын боламыз. Пирогтың піскен-піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алатын боламыз. Егер таяқшаны тыққанда құрғақ болса, бұл пирогтың піскенін білдіреді. Осылай суыған соң кесеміз. Суыған соң кесу міндетті. Осылай биік болып, нәп-нәзік болып, осылай болып шықты. Қызыма кесіп көрсетіп жатырмын. Жегізіп, қызыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.